парень, черный огненный дракон деп аталатын жаңа драма мінекей 2 бөлімі жарыққа шықты. Басрөлде Чхве Хёнок пен Мун Га Ён ойнайды. Чхве Хёнокты көбісі слабый герой, мерцающий арбуз, 25-21 деген дорамалар арқылы таныса, ал Мун Га Ёнды истинная красота, отыщи меня из моей памяти сияқты дорамалар арқылы біледі көпшілігі. Дораманың 2 бөлімін көрдім. Вау деп айта алмаймын, бірақ жаман емес, көруге болады, жеңіл дорама. Мен басында осы дорама шыққалы жатқан кезде мен айтқан едім, тизерден екеуі бір тәте мен інісі сияқты болып көрініп тұр деп. Сол сөзімді қайтып аламын, өйткені 2 бөлімді көріп отырып, жоқ, екеуі бір-біріне келеді, химия бар, дорама қызық. Енді 2 бөлім туралы айтатын болсам, бұл жерде екеуі мектеп оқушысы болып жүрген кезде ойын ойнап жүреді, содан кейін екеуі бір-біріне ғашық болып бастайды, сонымен живой кездесеміз дейді де, алайда Чхве Хёноктың кейіпкері черный дракон өзінің орнына басқа біреуді жібереді. Сонымен Мун Га Ённың кейіпкері өте қатты қапаланады. Содан кейін көптеген жылдар өтеді, 2024 келеді. Екеуі бір жерде жұмыс жасайды. Чхве Хёноктың кейіпкері оның басшысы болса, ал Мун Га Ённың кейіпкері оның қызметкері, үйлестіру тобының бір жетекшісі, мінезі де бар қыз, сондықтан да екеуінің арасында сондай бір қызықты жайттар орын алып бастайды. Әзірге 2 бөлімі ғана шықты, 2 бөлімі жаман емес, көруге болады, әрі қарай қызық бола түседі деген үлкен үмітім бар.